Ібліс шайтанның әскерлері көп. Олардың әрқайсының өз міндеттері бар. Мәселен, намаз оқып тұрған адамды жаңылыстырып, шатастыратын жынның аты Ханза. Дәрет алған кезде түрлі күмәндарды ойға салып, уәсуәса тудыратын шайтанның аты Валяхан. Бірақ олардың ішінде Ібліс малғұнға ең сүйкімдісі ерлі-зайыптылардың арасын бұзып, ажырастыратыны екен. Риуаяттарға қарағанда ерлі-зайыптыларды бір-бірімен ұрыстырып, арада жанжал тудыратын шайтанның аты Дәсим екен. Табиғи ғалым Мужахидтің сөзіне қарағанда, Дәсим Ібліс малғұнның балаларының бірі. Оның міндеті үйде жанжал туғызу. Мужахид былай дейді: Дәсим үйге отағасымен бірге кіріп, отбасындағы кейбір айып кемшіліктерді оған көрсетеді де, ол оған ашуланады. Кейбір деректерде Әзіреті Омарға тиесілі етілетін мынандай сөз келтірген. Онда Әзіреті Омар былай деген: ерлі-зайыптылардың арасын бұзатын шайтанның аты Дәсим. Егер кімде-кім үйіне сәлем бермей кірсе, ол да бірге кіріп, майда-шүйде нәрселерден жанжал шығарады. Үйге сәлем беріп кірудің маңыздылығын Алла елшісі де өз сөзінде бірнеше рет айтып кеткен. Сондай хадистердің бірінде Анас ибн Маликке пайғамбарымыз: ей ұлым, отбасыңа кіргенде сәлем бер, әссәламу алейкум де, саған да үй ішіңе де береке болады деп кеңес еткен. Алла тағала отбасыларыңызды береке бірліктен айырмасын.